Үзілмеген үміт. Нұрбек Нұржан. Елең алаңда ерте тұрған Ержан күндегі күйбең тіршілігіне қайта кірісті. Қаладан келген нағашы інісін тұрда тұр деп жұлқып оятып көріп еді, аузын аңырайта есінетте бұлшық қатқан көзін тырнап ашып, нең бар менде дегендей қайта теріс айналып жатты. Әкесі бірер күн бұрын келіп, мына баланы ауылдың тірлігіне пісіргейсің, әйтпесе қалада жүріп ақсаусақ боп барады деп бұған өтініш қылғанды. Бірақ қаланың баласы бұның айдауына көніп, жұмсағанға баратын ықыласы жоқты. Кезінде өзін ағалары көк шыбықпен сабап, жамбастан бір-екі теуіп тұрып жұмсайтын заман келмеске кеткен. Қазіргі балаларды олай жұмсау былай тұрсын, боқтауға да бата алатын емес. Етпетімен жасықты құшақтап жатқан қаланың ұлына қолын бір сілтетті, қораға қарай аяңдай жүрді. Қой сиырларды өріске шығарып болған соң, таңғы асқа да қарамастан керекті саймандарын жинастырып кетуге ыңғайланды. Табалдырықта тұрған шешесі мұның әбігерін байқап, балам-ау, таң атпай қайда жол тарттың? Ең болмаса бір-екі кесе айран ішіп алмадың ба дейді, қисайған жауылғын бейнеттің табы түскен саусақтарымен түзеп жатып. Рифкатқа бара жатырмын, апа. Анау алғыр итімді соған апарып тастамақпын. Біраз қойларын баққанға қолғабыс етсін. Мына құрал саймандар да анау салып жатқан қорасына керек болып қалар деді. Ол шешесіне бұрылмастан қоймадағы заттарды сұр дорбаға салып жатып. Айтқандай, Рифкатқа тіске басар көмбе нан мен айран құйып берсеңіз, ылғи да сіздің айраныңызды мақтап жүреді әйтеуір, деді қоймадан дорбасын асынып, ырс-ырс етіп шығып келе жатып. Салып берейін қазір, деді апасы ішке еніп. Шай қайнатым уақыттан соң бір пакет толтыра анау-мынауын алып шықты. Дұрыс, жиі барып тұр балам, көңілін аулап тұрғаның жақсы. Бала кезден бергі досың ғой. Ал бізден сәлем айтқайсың. Ержан басын изеп заттарды ескі Мазда көлігінің багажына салды да шаң шығарып пысқырынған дөнендей көк түтінге есік алдын бөктіре оталдырып дарбазадан сорапқа қарай жөнелді. Одан ары асфальтқа түсіп алған соң көліктің жүріп бара жатқанында білінбестен ұзақтады. Қойлы ауылға бара жатқан жолда көзге ілінетіні жалғыз жаппа. Оның қасында бітпеген қора қопсысы және бар. Тамның батыс бүйірінде қарағаштың жапырақтары мен мұндалап тұрады. Есік алдындағы екі алабай төбет көлікті алыстан көре салысымен үріп алдына шыға берді. Тістесе кісіні кемтар етердей сұсты әрі қабаған иттер болатын. Алайда көліктен түскен Ержан екенін көре сала, бөтен емес екен ғой дегендей кері бұрылып шаппанның бұрышына қайта жайғасты. Көліктен ырғып түскен алғырды көре салысымен олар қайта ырылдап орнынан тұра ұмтылды. Кет деп жүріп Ержан қанша қуып бақса да қоятын емес. Амал жоқ, алғырды алып қамбаның ішіне кіргізді. Екі алабай ит сонда да есікті тырмалап қайта үріп болар емес. Ержан дорба мен пакетті алып там тұсындағы сәкі үстіне қойды да жазыққа қарай жүріп алысқа көз тастады. Сондағы көзіне ұшырағаны шашылған құмалақтай қойлар менен көлде қалқыған жалғыз жаңқадай әлдекім. Рифкат! Риф! деп айқайлап, қолын бұлғап жатып әзер дегенде назарын аудартты. Өтірдей көрінген кісі қарасы бері қарай жақындап келе жатты. Бұл болса сол тұрған орнында жабасын төсеп көкке отырды. Түнгі салқыннан ба дымқыл шөп астынан өтіп бара жатқанын сезді. Сонда да орнынан қайта тұруға ерінді де шақшасын алып құшырлана иіскеп түшкіріп алды. Астыңғы еріне томпайта насыбайын салды да Рифкаттың еріншек адымдарын бақылап отырды. Ұлты татар демесең нағыз қазақ па дерсің? Мақалдатып сөйлегенде аузың аңқиып қалады. Алайда күйбең тірліктің бейнеті ме, әлде ішкі жан әлеміндегі белгісіз бір сезім бе түскен еңсесін көтеруіне мұрша беретін емес. Ержан насыбайын атып болғанда ол қасына 10 қадамдай келмей жатып амандасты. Таң азанмен не істеп жүрсің мынау жапан далада, деді басындағы күн қақтап сарғайып кеткен кепкесін маңдайынан сәл жоғары көтеріп. Жұрттан тыс, қоғамнан алыс қалған досым зияраттап келдім, деді қасындағы жерді бір-екі алақанымен ұрып, отыр дегендей сыңай танытып. Ол отырмастан бұрын басқа бірдеңеге уайым қылғандай алысқа қарады. Қабағын шытып, қатын қашан келеді екен өзі? Бүгін келіп те қалатын шығар. Кеше балаларды алып төркіндетіп кетіп еді, деді бұның қасына жайғасып отырып. Ержан бұған үнсіз ғана қарады. Үйреткен итім бар екен білесің. Бар деген жағыңа барып, ал деген затыңды алып кеп береді. Сондай ақылды. Соны саған әкелдім. Қой бағуға біраз қолғабыс қылар деген ойым. Сосын біраз мына қораңа зауыт сайман әкелдім, деді қораның бітпей қалған қабырғасына көз салып.
Апам өзінің жақсы көретін айраны мен көмбесін де салып жіберді. Рахмет, деді жүзінен еш қуаныштың нышаны білінбестен. Ол сондай еді, сөзге сараң, алайда құмырсқадай жыбырлап күндіз-түні бірдеңелерді істейді де жүреді. Жүр үйге кірейік, деді орнынан тұрып жатып. Екеуі ескі күндерін еске алып отырып таңғы шайларын ішті. Ержан тағы бір рет Шаңқай түсте келгенінде көлігін үй маңына қалдырып жаяулатып қой баққан Ривкаттың қасына қарай ылдилады. Қойға қарап тұрғанмен ойы басқа жақта отырған Ривкат досының қасына келгенін де байқаған жоқ. Тек ар жақта әлдене қуып жүрген алғырдың алғашқы иесін танып, алдынан жүгіріп өткенде ғана селт ете қалған ол: сен бе? Зәрем зәр түбіне кетті ғой. Алғырым қалай, тыңдап жүрме өзі сені? Ақылды ит екен, деді өзің ғана келдің бе дегендей бұның соңына көз тастап. Сосын үй маңына қарады да ойланып біраз тұрды. Ерніне қыстырған темекісі сөніп те қалған аңғаратын емес. Сонысын енді байқаса керек, түкіріп тастады да ыржиып Ержанға қарады. Апам мен көкем аман ба? Мына қойдан қол босайтын емес. Әйтпесе бір хал күйін сұрап барып қайтатын жөнім бар еді. Ештеме жоқ, түсінеді ғой, деді Ержан бұның бұрында қой бақпай тұрып, бұның ауыл арасында теледидар, радио жөндейтін ұсталығын еске алып. Сонда ол жиі Ержандардың үйіне келіп тұратынды. Үйіндегі қара көлеңке теледидары бұзылған сайын жиі жөндеп беретін. Ол аздай тоңазытқыш, кір жуатын машинаның түсініксіз тетіктері бұның икеміне жылға беретін. Ауыл аймақтағылар бұған дән риза болып, айналайын Ривкатжан, аман жүр, көп жаса деп бата тілектерін жаудырып жататын. Кейін үйленіп балалы шағалы болған соң аяқ асты қой бағам деп ауылдан 40 шақырым шеттегі қазіргі жаппасына келіп орнықты. Содан бері осында. Одан берде көп жылдар өтті. Ержанның толғанысын бұзған Ривкаттың сабырсыз айтылған сөзі болды. Қатын бала шағаны алып базарға кетіп еді, келетін уақыты болып қалды. Әлі жоқ. Қайда жүріз? Осыдан келсін штура, деп ашу шақыра бастады. Ержан одан көзін алмай ұзақ қарады. Айтарға басқа тақырып таппай ауыл төңірегіндегі оқиғалардан бір, саясаттан бір әңгімелескендей болды. Десе де әрмен қарай сөздері өнбеді ме, әлде күн шақырайып Ержанның мазасын қашырды ма, ол кетуге ыңғайланды. Көлігіне қарай жақындай бере, кері бұрылып қараса, теңізде қалғыған дәрменсіз жаңқадай жалғыздан жалғыз отырған досы алыстан көзіне ұшырасты. Бұл кеткендегі орнынан еш қозғалмаған күйі қырын қарап жамбастап жатыр. Кешкі асты ішіп бола салысымен Ержан істерге ермек таппай есік алдында біраз жүрді. Ойнап бірер апта бойы соқпай кеткен бала досы Ривкат қайта-қайта орала беретін тағы бар. Үйде жатқанда не істеймін деп көлігін оталдырып қойлы ауылға қарай зымырай жөнелді. Қас қарайып ауыл үйлері бір-бірден артта қалып бара жатыр. Терезеде жанған әлсіз электр шамдары да жұлдыздардай жымың-жымың етеді. Үрген ауыл иттерінің дауысы әлсін-әлсін құлаққа үзіліп талып жетеді. Көліктен түскені сол, өзінің алғыры алдынан жүгіріп шығып аяғына оратыла кетті. Бұл оның арқасын тарап сипалап сәл аялдады да үйдің айналасына бажайлап көз тастады. Қойлар қораға қамаулы тұр. Жаппаның кішкене терезесінен шамның жарығы аулаға түсуде. Шамды көлегейлеп әлдекімнің ары-бері өткен жүрісі көзге шалынады. Ержан бояуы кеткен есікті қағып еді, бұны күтіп отырғандай-ақ бірден кір-кір деген зілді әрі сәл көңілсіздеу дауыс естілді. Кіре салысымен бұған үмітпен тесіле қарап тұрған досын байқады. Сосын көзін ала бере, сен бе? Деді де бетін бұрып қазандағы қуырылған картопты табаққа сала бастады. Әлдекімді күтіп отырған Ержан байқады. Кел, төрлет, біреу-міреуді күтіп отыр ма едің? Жоқ, деп айтуын айтып қалғанымен артынан есіне түскендей, қатын балаларды күтіп отырым сол. Қалаға балаларды қыдыртып қайтамын деп кеше кетіп еді, әлі хат-хабар жоқ. Соған жаңа солар келіп қалды ма екен деген ғой. Өзінде не жаңалық? Айтқандай, әлгі ала сиырды сатамын деп жүредің, саттың ба? Айнып қалдым. Айнығанда апам көне қоятын емес. Сиырды сатып, мына көлігімді басқа жақсы бір көлікпен айырбас қылам ба деп ем. Ол жоспарым кейінге шегеріліп тұр әзірге. Жүрсеңші, қолың бос болса, Дәукенің үйіне барып, нарды ойнап қайтайық. Қайдағы ойыны? Көріп отырсың ғой. Мал жайғап келіп, одан қалса өз ауқатымды өзім істеп ішіп отырған жайымды. Бар ойым ұйқы боп тұр. Қатында тезірек келсе болар еді, бір жағыма шығысатын. Темекің бар ма?
Бар, сен шекпейтін едің ғой. Саған жаңа жолай дүкеннен ала салып едім, деп үстелдің үстіне темекі қорабын қойды. Айдалада жалғыз жаппаның қуықтай терезесінде екі көлеңке қимылсыз ұзақ отырды. Ержанның шаңдатып тоқтаған көлігін көре салысымен Рифкаттың қуанышында шек болмады. Өзі де қой бағып жүріп ойлаудан шаршаған беті еді. Оның үстіне іші пісіп шер тарқасатын әлдекімді іздегені және бар. Қойларды қораға қамап болып, үйге қарай бет алғаны да осы. Іңір түсіп ала көлеңке оранған шақ еді. Жалғыз қарағаштың қасындағы орындыққа отырған екеу әзіл қалжыңға аралас әлденелерді айтысып күліп алды. Ержанның есіне тағы бір дүние түсті. Айтпақшы, менің қалада жұмыс жасайтын кенже қарындасым бар емес пе? Я, Гүлсім бе? Сол, есіңде ме? Бала күнінде сен үйге келген сайын жылайтыны. Аз-маз есімде, әйтеуір мені көрсе қашатыным бар еді. Өз сарғыштау қыз болатын. Оны көрмегелі қай заман бой жетіп те қалған болар. Сен түгілі біздің өзіміз жылына бір рет көрсек көрдік, болмаса ол да жоқ. Айтпағым, сол сары қызға сенің әкең Рифкат деп қалжыңдаймыз ғой баяғы. Себебі өзіндей сарғыштау ол да. Соны естіп алған ол шын көріп, сені көрген сайын қымсына түсетін. Сен келсең болды, әне Гүлсім, сені әке алып кеткелі жатыр дейміз ғой сондағысы. Әй, сендердің де шығармайтындарың жоқ осы, баланың жүрегін ауыртып. Енді бізде қай бір ес бар дейсің ол кезде? Қалжыңдасқан түріміз ғой. Бәсе, мені көрсе болды, қашат немесе тығылып қалады. Мұнысы несі деймін таңырқап. Ол аздай қарындасымды жолдаш оралардың көбі Рифкаттың қызы деп атап кеткені бар, деп Ержан алдыңғы сарғыш тістері көріне ыржия күлді. Шақшасын алып насыбайын артты. Рифкаттың қызы демекші, менің үлкен қызым не істеп жатыр екен? Таңға жуық келіншегім балаларды киіндірем деп базарға кеткен. Содан әлі жоқ. Сол қатынның есі дұрыс емес-ау. Төркінінде қап қойғаннан сау ма? Қоңырау соқсам не телефон көтермейді, деді қараңғыда жүзі көрінбесе де қобалжығаны анық сезіліп. Берші телефоның, сенікімен хабарласып көрейін. Менде бірлік жоқ. Қалай жоқ? Берші деймін. Саған айтып тұрмын ғой, бірлік жоқ деп, деді Ержанның даусы қатқыл шығып. Не болды саған, затқа бола соншама жылап? Бер деген соң берші енді, деді Рифкат сәл ашулана қарап. Бермеймін. Солай ма? Ендеше тартып алам, деді Рифкат оның қалтасына жармасып. Ержан оның жағасынан ұстап алып итерді, қабырғаға тақап алып жалынышты дауыспен: Досым, есіңді жишы өтінем. Расымен де сенің есіңде жоқ па? Одан бері 5 жыл өтті ғой. Болды енді, есіңді жиып ұмытатын кезе келді, деді дауысы дірілдеп. Сасқан Рифкат мынау не айтып тұр дегендей жүзіне күмәндана қарап тұр. Ашуға булығып қолынан ытқып шығуға тырмысып бағат. Алайда Ержанның қарулы білегі оны мұңқ еткізер емес. Сен не бөсіп тұрсың, а? Қайдағы 5 жыл? Нені ұмыту керек? Телефоныңды бер деген соң бер, деді жұлқынып. Өтінем, досым, қойшы енді, сабыр етші. Ей, мен саған не деп тұрмын? Әкел бер телефон, деп жұдырығымен Ержанның құлақ шекесінен бір ұрды. Мұрттай ұшқан ол жерге омақаса құлады. Үстіне шығып алып қалталарын ақтара бастады. Қай қалтаңда? Әкел бер. Қарай көр өзін. Маған есіңді жи деп қояды. Жиғызам мен саған. Тәптің ба? Деп Ержанның жан қалтасынан телефонын алды. Жығылған Ержан орнынан ашына түрегеліп: Сен қалай білмейсің, достым? Балаларың жоқ. Олар өлген, деді айтарын айтып алып артынан өкінген күйі қақшиып орнында тұра қалды. Рифкат телефон шұқып келіншегінің нөмірін теріп жатқан күйі өз құлағына өзі сенбестен аңырайып қалды. Бұлай қанша тұрған белгісіз. Бір уақытта аяқ қолынан күш кетіп жерге отыра қалды. Сен өтірік айтып тұрсың, сандырақтап тұрсың, олар тірі. Бүгін ертең келеді, деді ойына өткен күндердің елесі орала беріп. Не айтып тұрғаныңды өз құлағың естиді ме өзі? Деді көзіне жас оралып, көмейіне өксік тығылып жатып. Сосын бәрі де көз алдына теледидар көргенде-ақ көлбеңдеп келе қалған бар ма? Өксіп жылап жіберді. Оның қасіретті жанарында сол күннің көрінісі қайта өтіп жатқан болатын. Әкесі, таңғасқа келіңіз, деді Тамара терезені ашып қойларды өріске қарай айдап жатқан Рифкатқа дауыстап. Аяғына оратылған 3 жасар кенже ұлы мен 5 жасар қызына:
Отырыңдар бол, тамақ ішеміз деді. Еш жиып қалған 7 жасар үлкен қызы шәугімнен су әкеліп пештің үстіне қойды. Үй іші емен жарқын таңғы ас ішті. Көңілді отырысқа көрік берген тілі тәтті кенженің қылығы болатын. Оның әрбір айтқан сөзіне шаттанған күйеуі мен әйелі қайта-қайта иіскеп маңдайынан сүйе береді. Қалғандары да ренжіп қалмасын дегендей оларды иіскеп сүйіп қояды. Күз келе жатыр. Мен бүгін таңғы автобуспен базарға барып балаларға күздік киім-кешек алып қайтайын. Әйтпесе өзің білесің, бұлардың да киімдері тозып қалды. Саған да ары-бері шыққанға бірдеңелер алармын. Маған не қажет дейсің? Таңнан кешке дейін өзің білесің, қой бағам. Сонда да арасында достарымен кешкі отырыстарға барып қалып жатсаң киесің ғой, деді оның үстіндегі тоз-тозы шыққан кеудешесіне көз салып. Мейлі, барсаң барып қайт. Ал құлындарым, сендер үйде тып-тыныш ойнап отырыңдар, жарай ма? Бұзық болмаңдар. Үтікке тиіспеңдер, пешке жақындамаңдар. Айна, сен үлкенсің ғой, мен келгенше інің мен сіңліңе бас-көз бол, деді үлкен қызының шашынан сипалап. Тамара базарға кеткенде Рифкат өрсе қой бағып жүрген. Үйінен ұзағанын соншалық шаңырағы көзіне нүктедей ғана болып көрінетін. Ал бүлдіршіндер сол сәт үйде ойын ойнап отырғанды. Ортаншы қыз сәл бұзықтау болған соң ба айнаға көнбей қайта-қайта есікті ашып сыртқа шыға берді. Оған қой десе де доғаратын емес. Амал жоқ, айна есіктің алдына орындық қойып бекте орналасқан есіктің тетігіне ілгішін әзер дегенде ілді. Орындықты кері орнына қойған соң, ал енді ашып көр дегендей қолын беліне қойып сіңлісіне қарайды. Сіңлісі есікті ары итеріп, бері итеріп көреді. Болмаған соң амал жоқ, әпкесіне көндігуге тура келді. Қанша уақыт өткен белгісіз, теледидардан мультфильм көріп отырған інісі мен сіңлісі ұйықтап қалды. Үстілерін жұқа синтепон көрпемен жауып қастарына айна келіп жайғасты. Бұның да көзіне ұйқы іліне бере қалай ұйықтап кеткенін өзі де сезген жоқ. Бір күйіктің иісінен бе екен оянған сол, жан-жағына бажайлап қараса інісі мен сіңлісі әлі ұйықтап жатыр екен. Ал үйдің ішін түтін бөгіп барады. Көзін уқалап анықтап қараса теледидардың тоғынан от шығып, терезені жапқан ұзын сарғыш перденің етегі өртеніп жатыр. Қорыққаннан не істерін білмей төсектің үстінде көрпе жастықпен отты өшірем деп лаулап жатқан перденің етегіне қоя салған. Алайда от одан бетер өршіп пердені, киім-кешек, көрпе төсекті жалмай бастады. Сасқаннан іні сіңлісін оятып алып жылай бастайды. Маужырағын олар көздерін әзер ашып айнаның жылаған көріп олар да қосыла жылай кетеді. Айнаның ойына құлыптаулы есіктің ілгіше түсіп орындықта есікке тақап ашайын десе қырсыққанда қол тайып кете берді. Сонда есік қалай жапқанмын деген ой көкейінде жылт ете қалды. Қой бағып жүрген Рифкат әлдене сезгендей үйіне қарағыштай берген. Әлден уақытта аспанға қарай жорғалап бара жатқан қара түтінді байқады. Бірден ойына балалар орала кеткен ол ентіге басып асыға-үсіге үйіне қарай жүгірді. Жүгіріп келе жатып бірнеше мәрте сүрініп құлап талды. Ауласына жете бере көкірегі қарс айырыла жаздап тізерлей отыра қалған. Жанарының қасіретті қарашығында шаңырағы өртке оранып жатқан болатын. Дәл солай үйдің арғы бетінде автобустан жаңа ғана түскен әлдекімнің талықсып құлап жатқанын сезбеді. Уақыт өте келе жұбайлар бір-біріне қараса болды, балалар көз алдыларына келе беріп, жандары сыздай түскен соң айырылысуға шешім қабылдайды. Тамара төркініне кетеді. Бірер жылдан соң оның тұрмысқа шыққанын ауыл болып естиді. Көпшілік жабылып жүріп Рифкатқа ауыл ішінен жаңа үй салып беруге шешім қабылдайды. Алайда ол көндіге қоймай осы аймақта қаламын деп қырсығып алады. Амал жоқ, өртенген үйден аулағырақ басқа бір жаппаны ауыл тұрғындары көтеріп береді. Әйелі кеткен соң ол жалғыздан-жалғыз қой бағып жапан түзе қалғанын жөн санайды. Бәрінен алыс, бүкілінен шырақта. Ол сонда не жыламаған, не сықтамаған. Боп-боз боп бәріне көндіккен қалпында тастай қатып тұрғанда қалған. Бұл тақырыпқа одан кейін еш оралған емес. Тек Ержан досы ғана оның көңілін аулаймын деп 5 жылдан бері үзбей келіп тұратыны бар. Осы соңғы жылдар ғана сандырақтай бастаған Рифкатқа уайым қылып жүрген досы дертіне дауа таппай дал болып жүрген түрі еді. Жанарынан ытқып аққан бір тамшыны жеңімен сүрткен Рифкат қайтадан тастай боп-боз күйге түсті. Қатал азапты дауыспен бәрі де есіме түсті, деді орнынан әзер көтеріліп. Ержанға телефонын ұсынды. Ол да орнынан тұрып телефонды қалтасына салды. Досының есіне бәрі түсіп өз-өзіне келгеніне іштей қуанатындай.
Мен ұйықтаймын, қатты шаршадым, деп Рифкат еңсесін езген мұңнан басын көтере алмаған күйі табалдырыққа қарай жүрді. Артына сәл бұрылды. Бұл жолы жолға емес, Ержанға ғана қарады. Асылы ешбір жаққа қарамаған еді. Бір бостыққа, мәнсіздікке үңілгенді. Ол үйге кірген соң Ержан да амалсыз ауылына қайтты. Бірнеше күн өткен соң апасының айраны мен көмбе нанын арқалап Ержан тағы да Рифкатқа келді. Мұны көрген Рифкат күндегісінен көңілді көрінді. «О, апамның тәтті айраны әкелгенсің бе? Жартысын шалап қылып ішпесем?» «Рахмет, апамды көндіріп жүріп сиырды саттым-ау әйтеуір. Алдағы апта бұйырса өзіңе басқа көлікпен соғамын, досым. Иномарка кәдімгі. Жылы да мынаған қарағанда жаңалау. Ауылдағыларды ауданға сонымен тасып таксист болатын ойым бар. Әйтпесе өзің білесің, үйдің шаруасымен ғана айналысып біраз бос жүріп қалдым». «Дұрыс қылған екенсің. Бізді де бұйырса базарға, ауданға апарып тұруды ұмытып кетпе». «О, не дегенің? Сенімен алғырды алып бір күні балыққа барсам ба деп жүрмін». «Алғыр ақылдақ ит. Жақсы үйреткенсің. Итпен мені қоя тұр. Анау қатын мен балаларды анда-санда ауданға апарып тұрсаң да жеткілікті», деді. Ойында ештеме жоқ. Ержанның аяқ қолы дірілдеп, бойын қайтадан үрей билеп кетті. Қатын балаларды алып таңертең базарға кетіп еді, түс боп қалды. Қазір келіп те қалатын шығар, деп үй маңындағы жолға қарағыштай берді.